Мен жалпы бір байқағаным, ойлап, тексеріп, анализ жасап қарасақ, мына еврей халқы мен қазақ халқының ұқсастығы көп екен да жалпы. Қазақтардың да көрмегені жоқ, бір сондай бір қиыншылықтардан өткен халық. Мына кім, еврейлер де сондай, ең кәдімгі әлемде бір болған сұмдық соларға қарсы, ең бір сондай бір сұмдық оқиғалардың бәрі соларға қарсы болғанда бір геноцид жасалған, қырылған, жойылған, бұларды құртқысы келген, мысалы қарап отырсақ. Көбінде былай қарағанда сол екі қазақ пен осы еврейдің жалпы тарихтары бір-біріне ұқсас екен да. Бізді мысалға Сталин қалай кезінде не істеді, оларды Гитлер солай не істеді, жаңағы геноцид жасады деген сияқты. Біздің де қаншама қазақтар қырылды. Біздің де көрмегеніміз жоқ мысалға. Ресей империясының кезінде де мысалы қаншама қазақтар не істеді деген сияқты. Вот қырылып, жойылып кете жаздады мысалға. Соның бәрін ойлай келе жалпы тарихтарымыз ұқсайды да бір-біріне. Олар өзінің дәстүрін өте қатты сақтаған халық сосын. Және біздің қазақтарда сол дәстүрін сақтап, жаңағындай өзінің ритуалдарымен жүріп, бұл халықта сондай да. Сосын бұл халықтың, еврей халқының мықтылығы, олар өзінің өліп қалған 2000 жыл бұрынғы тілін восстановить еткенде қайтып. Әрбір нүкте өтіріне дейін іздеп, бәрін қарап іздеген екен да бұлар. Зерттеген, ананы қарап, мынаны қарап, жерден анализ жасап. Сосын жаңағы мемлекеттің құратын кезде жан-жақтан адамдарын шақыртқан мысалға. Біздердікі көшіп келген сияқты оралмандар, жаңағы Өзбекстан, Қарақалпақстан деп қарамайды олар. Қандасым деп қарайды да бәріне. Мықтылығы сода да бұл халықтың. Жалпы бізге, жалпы қазақтарға, сол халықтан жалпы бір үлгі алу керек та. Өте үлгі алатын халық. Сосын бір байқағаным, бізде қазақтарда оларды жек көретін қауым жалпы. Оларды жек көретін қауым. Көбінде мына ислам дін ұстанатын халықтар екен. Ислам дін ұстанатын топтар екен. Ал бұлай басқа бір топтардан сұраса, олар ешқайсы ондай не көрмейді басқа қазақтар. Именно мына ислам дін ұстанатын топтар соларға қарсы екен, жау көреді екен соларды. Бірақ ол туралы да айтамын не үшін екенін. Бірақ жалпы байқағаным солай екен. Бірақ мен тағы да айтамын, қазақ халқына сол еврей халқынан үлгі алу керек. Жалпы басы жасайтын адаммен бірге жүрген жақсы да, дос болған жақсы басы жасайтын адаммен. Басы жасайтын адамға ешқашан қарсы шықпаған жақсы жалпы. Басы жасайтын адаммен дос болу керек та. Ал сол сияқты бұл халықпен дос болу керек деп ойлаймын. Бір сондай бір сол халықпен дипломатиялық бір отношение болу керек. Жалпы Қазақстан мен Израильдің арасы сондай екен, жақсы екен қарым-қатынастар, кеше бір байқап қарасам. Бізде елшіліктері бар, біздің де елшілігіміз сол жақта бар екен Израильде. Солай. Қалайсыздар ағайын? Патриотизм деген не? Өкінішке орай көп адам патриотизм дегенді мемлекетіңді жақсы көру деп айтады. Бұлай емес. Патриотизм деген мемлекетіңді жақсы көру деген нәрсеге келмейді ағайын. Өйткені өзінің мемлекетін жақсы көрмейтін адам болмайды. Өзінің анасын жақсы көрмейтін адам болмайды ғой. Сол сияқты мемлекетінде жақсы көрмейтін адам болмайды. Бірақ мемлекетін жақсы көрген адамдардың барлығын патриот деуге келмейді. Патриотизм деген не? Патриотизм деген өзіңнің мемлекетіңді жақсы көру ғана емес, сол мемлекетің үшін құрбандыққа дайын болу. Сол мемлекетіңнің мүддесі үшін өзіңнің жеке басыңның мүддесін екінші орынға қою. Мысал келтірейік, отаныңда жау кіріп келетіндей болса территориясына, қолыңа қару алып, сол мемлекетіңді қорғауға дайын болу. Міне осы патриотизмнің бір белгісі. Тағы да патриотизмнің екінші белгісі, ол сол мемлекеттегі мемлекеттік тілге деген құрмет. Мысалы, қазақ тілін білмей, қалай Қазақстанның патриоты болуға болады? Мен осыны түсінбеймін. Қазақ тілін мүмкін Абай сияқты, Жамбыл сияқты деңгейде білмеуіміз мүмкін. Бірақ кемінде сен қазақ тілінде өзіңнің ойыңды білдіру, қазақ тілінде оқу, қазақ тілінде сөйлеу деген сияқты дағдылар болу керек та, ең кемінде.
Немесе Қазақстанның патриоты болам деген адам ең кемінде сол қазақ тілін үйреніп жату керек та. Құрмет көрсету деген сол. Міне Қазақстанның патриоты қазақ тілін білмейтін адам Қазақстанның қалай патриоты болып өз-өзін санайды, түсінбеймін. Және де үшінші патриотизмнің белгісі менің жеке басым бойынша. Сол Қазақстанның тарихын білу, құрметтеу. Сен қалай Қазақстанның патриотымын деп айтасың, егер сен Қазақстанның тарихын білмесең? Көрдіңдер ма, ағайын? Сондықтан да патриотизм деген, Қазақстанның патриоты деген сөз, ол сол елді құрметтеу, сол елдің тілін құрметтеу, сол елдің тарихын құрметтеу, ағайын. Сондықтан да ең аяғында айтатыным, патриот ол міндетті түрде Қазақстанға мемлекет ретінде емес, Қазақстанға ел ретінде қарайды. Яғни мемлекет ретінде емес деген сөз, патриот, он смотрит на Казахстан не как на государство. Он любит Казахстан как свою страну. Государство и страна, согласитесь, большая разница. Сондықтан да ағайын, Қазақстанның патриоты болу деген ол үлкен мәселе. Және де патриотизм ол мемлекетке, елге деген махаббаттың шыңы, ең биік точкасы. Және де шынайы патриот болу әр адамның қолынан келмейді, ағайын. Бірақ не болса да Қазақстанның патриоты болуға бәріміз тырысу керекпіз. Патриот болайық, ағайын. Егер отбасын бір кішкентай шағын мемлекет деп алатын болсақ, әйел адам сол отбасының мемлекеттің оппозициясы ғой, білесіздер, айтқан талай. Оппозиция да. Сен оппозицияны қанша қысып ұстасаң, үнін шығармай, оның айтқанына құлақ аспай, мәселені онымен кеңеспей, солай шешіп, үйді ұстасаң, қысып ұстасаң, сенің халқың бақытсыз болады. Солтүстік Корея сияқты диктаторлық елдер бар ғой, біздің мысалы Орта Азия елдері, сол сияқты мысалы бақытсыз болады да халқың. Ал егер сен онымен ақылдасып, үніне үн қосып, сөйлеуге мүмкіндік беріп, кез келген мәселені бірге шешіп деген сияқты етсең, халқың бақытты болады. Америка, Швеция, басқа елдегілер сенің еліңе көшіп кеткісі келіп тұрады, сені асырап алғанын қалап тұрады сенің. Швеция, Финляндия сияқты, Европа елдері сияқты сөйтеді да, сондай болады. Бақытты болады халық. Бәріне қызық шығар, мен қандай мемлекет, менің отбасым қандай мемлекет. Менің отбасым Ұлыбритания ғой. Королева билейді, мен премьер-министрмін. Сол